Кейде жалғыз жататын адамнан өткен байғұс адам жоқ. Гүлназ да талай түнді жастық құшағында жатып армандайтын. Құдайым, бір рет құшағыма еркек кірсе ғой. Тек бір рет әйел болып сезінсем ғой. Осы жасына келгенге дейін біреудіге тиіп көрмеді. 40 жыл бойы көршінің қызы ұзатылып жатқанда терезеден қарап, ішін қызғаныш жеп қоятын. Есесіне шешесі барда ешқашан қадам баса алмайтын. Марқұм шешесінің тілі ащы еді. 40-қа дейін күйеуге тимеген қыз үйдің сорлысы деп жиі айтатын. Бірақ өзі тіріде оны жатқа ұзатқан жоқ. Ол мен өлсем барарсың, асықпа дейтін. Гүлназ асықпай жүріп отырып қалған қыз атанды. Осыдан 1 жыл бұрын базарға картоп алуға барған. Қап арқалап тұрған Қайсардың көзі оған кездейсоқ түсіп еді. 10 жас кіші жігіттің жанары біртүрлі жылы еді. Әпке, ауыр ғой, өзім жеткізіп берейін деді. Гүлназға ондай сөзді еркек баласы бұрын айтпаған. Тамағына өксік кептеліп жарайды дегенмен басқа сөз шыққан жоқ. Сол күннен бастап Гүлназдың жүрегіндегі жабық есіктің кілтін сәл-пәл ашылғандай еді. Қайсар қалада өскен. Бір әйелден ажырасып шыққан соң маған таза әйел керек. Өткенін ешкім білмейтін, құшағымда пәк боп ашылатын деп іштей армандап жүретін. Гүлназдың ұяңдығын көріп, оған ғашық болып қалды. Бірақ шешесі Әмина кемпір басынан сөз асырмайтын. Осы қызға үйленем дегенде ақ беті бұзылды. Кәрі қызға үйленесің бе? 40-қа келгенге дейін таза болды дейсің бе соны? Ертең ұрпақсыз қалсаң не боласың? Қайсар шешесінің сөзін естісе де қайтпады. Маған басқа әйелдің керек емес, деді. Осы сөз Гүлназға жеткенде, ол алғаш рет өзін бақытты бар шығар дегендей сеніммен қарады. Ауылға тез сөз тарайды ғой. 40-тағы қыз күйеуге тиюде екен деген сыбыс бір күннің өзінде бүкіл көшеге жайылды. Әр үйдің кемпірлері шай үстінде сыбырлап отырды. Білмеймін, таза бола ма екен. Қайсар жап-жас қой. Жынданған шығар. Анасы тексеріп кіргізеді дейді ғой. Гүлназ басын босағадан ұзатылмай тұрып ақ ауылдың аузында тозып бітті. Тойдың дауы, әні, күлкісі басылды. Гүлназдың құлағында енді тек жүрек дүрсілі ғана естілетін. Ақ көрпешеде төселді. Енесі Әмина кемпір есіктің әр жағында самауырын қоятын жер таппай отыр. Қайсарға қатты шықпаңдар. Таза болса дағыңды көрсетесіңдер, деді. Гүлназ жүрегінде, Құдайым, бетімді жерге қаратпа деген бірақ тілек бар еді. Қайсар күліп, қорықпа, екеуміз де адам емес, Алла ғана қосты, деді. Сол сөзге сенгісі келсе де, жүрегі енесінің көлеңкесінде бүрісіп қалды. Қайсар Гүлназды алғаш рет құшақтағанда Гүлназдың денесі тар еді. Алғашқы ауырсыну шыдатпай, жанарынан жас шауып кетті. Таң ата сала Әмина кемпір көрпешені көтеріп алып шықты. Менің келінім таза, көріңдер, мен елге ұят болған жоқпын, деді. Ауылдың әйелдері жиналды. Көрпе үстінде қызыл дақты көріп бәрі деді. Бір гүлдей қыздың пәктігіне бүкіл ауыл куә болып, Гүлназдың ішінде
өлесіреген үміт жанып кеткендей болды. Таң атқаннан кейін ауылдың іші Гүлназ таза екен деген жыр қылды. Әмина кемпір енді бар даусымен мақтанады. Менің ұлым бағы бар, 40-қа келсе де таза жүріпті. Жолың ашық екен деген құттықтап жатты. Гүлназ сол күні алғаш рет Қайсарға кіріптар болып қарады. Күйеуінің алдында қызарып отыру бір бөлек, оның денесін қалап кету мүлде басқа еді. Сол түні екеуі де қайта қосылды. Қайсар еркелетіп шашынан сипайды. Гүлназ іштей, мен де әйелмін, мен де біреудің құшағында еркелей аламын деген сөзге мас болды. Қайсардың құшағы ыстық еді, бірақ Гүлназдың жүрегі әлде бір көлеңкеде қорықты. Басы бақыт қаншаға созылар екен. Жаз өтті, күз келді. Гүлназ бақытты әйелдей көрінді, бірақ үйдің ішінде тыныш емес еді. Әмина кемпір көрші кемпірлерді шақырып алып күңкілдейтін болды. Ұрпақ бар ма? Ішінде бала бар ма екен? 40-қа келіп бала табалы ма? Ұлымның жас өмірі қор ететін болды ғой. Гүлназ бәрін сезетін. Құтты өз денесін өзі тыңдап жүретіндей. Ішімде жан бар ма екен? Әлде мен? Кешке Қайсар жұбататын. Бала болмаса да мен сені жақсы көремін, сен мені кісің дер еді. Гүлназ күліп қана қоятын, іші ащы күлкі еді. Күздің бір күнінде Гүлназ оңашада дәрігерге барды. Үміті ақ қардай еді. Дәрігер тексеріп болды да, құжаттарын бүктеп қарап тұрып, кешіріңіз, бала көтеруіңіз қиын, жасыңыз өтіп кетіпті деді ақырын. Сол сәтте Гүлназдың алды қараңғы тартып кеткендей болды. Ол үйге қалай жеткенін білмей қалды. Түнде Қайсарға бар шындықты айтқысы келді, бірақ айта алмады. Бір бұрышта бүрісіп жатты да қойды. Іштей өзін өзі кемсітті. Таза екен деп мақтандыңдар. Не керек, бала жоқ болса? Қайсар Гүлназы құлай сүйетін, бірақ бала туралы ой одан тыныштық ұрлайтын. Түнде құшағында жатқанда да менің қаным кімге қалады деп күңкілдейтін. Кейде анасына қарап тілін жұтып қоятын. Әмина кемпір отқа май қоя беретін. Ұлым, сен әлі жассың, ұрпақсыз қалай өтесің? Гүлназдың бар кінәсі махаббатқа шөлдеп жүріп, бақыттың соңғы үмітін кеш тапқаны еді. Әмина кемпір тыныш қалмайтын адам еді. Көрші ауылда жас қыз бар дегенді естіді. Жасы 27-де. Әдемі, бір рет күйеуге тиіп келген. Әмина өзі барып келінді көрді. Жас қыз, тез бала көтереді. Ол туады, Гүлназдан қайыр жоқ деді Қайсарға. Қайсар, жоқ, мен Гүлназды сатпаймын деді ашуланды. Бірақ анасының сөзін елемеу оған да қиын еді. Гүлназ бәрін біліп отырды. Жастығы тағы су болды. Түн ортасында Гүлназ Қайсардың бетін сипады. Бір өтінішім бар деді. Айтшы жаным, деді Қайсар. Гүлназдың дауысы қырылдап шықты. Мені сатпаңдаршы, басқа әйел әкелме. Ұрпағың болса да мені адам сияқты қадірлеші. Қайсар тіл қатпады. Іштей білетін, ол анасының айтқанына түбіне көнеді. Бірнеше айдан соң бәрі өзгерді. Қайсарды амалсыз көндірді. Жас қызға құда түсті. Ауылға жаңа келін келді. Гүлназдың төбесі бөлек қалды. Бір үйдің ішінде екі әйел.
Бірақ біреуі жаңа бала көтерсе де жас келіншек. Ауыл уақыт өте тоқал жүкті болды. Әмина кемпір ауылды шулатты. Міне, менің ұлымның жолы ашылды. Енді Гүлназ оты сөнген шам. Қайсар ұл туған күні Гүлназдың бөлмесіне кіріп келді. Кешір, мен сені сатып кеткен жоқпын. Сен мен үшін әлі де алғашқысың, деді. Гүлназ көзін ашқан жоқ. Көзінің жасы жастығына сіңіп жатты. Жылдар өтті. Тоқал тағы 2 бала туды. Әмина кемпірдің арманы орындалды. Қайсардың 2 ұлы бар. Бірақ ішінде Гүлназға деген махаббаты өшпеді. Гүлназ ажырасам деген жоқ. Кәрі қыз едім. Енді ажырасқан қатын болайын ба, деді іштей. Күні кеше күйеуінің құшағында еркелеген әйел енді еңсесі еңкіш тартқан жалғыз басты адамға айналды. Ауылда әлі күнге дейін өсек тоқтамады. Гүлназдың алғашқы түніне енесі кіріп еді ғой. Сонда не болды? Ол тумаған соң бәрі бекер екен. 40-қа дейін отырған қыз жаман ұрым. Гүлназ ауылдағы орындықты жалғыз отырды. Қолында гүл салып, Қайсар, мен саған барымды бердім ғой, дейді іштей. Қайсар тоқалының үйінде, ұлдарының арасында, бірақ бақыт дегеннің дәмін татпады. Тазалығымнан не таптым? Ұрпағың жоқ. Жұрт саған күлді. Ұрпағы бар еркек сені ұмытты. Қайсардың махаббаты тірідей өлген. Гүлназдың соңғы демі мен адам сияқты сүйген бір еркек болды деген жұбаныш қана. Құрметті оқырмандар, осылай өмірден алынған шынайы әңгімелерді тыңдағыңыз келсе, арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Арнама тіркеліп, комментарий қойып, ойларыңызды жаза кетіңіздер. Келесі кездескенше аман сау болыңыз.